1904 жылдың 7 қазанында Халел Досмұхамедұлы Санкт-Петербург қаласынан Орал реалдық училищесінде бірге оқыған Қазан ветеринарлық институтының студенті Ғұбайдолла Бердіұлына жеке хат жолдайды. Бұл хат қазіргі таңда агентуралық жолмен алынған тарихи құжаттар қатарында сақталған. Хаттан Халел Досмұхамедұлының студенттік кезеңіндегі өмірі мен көзқарасы туралы бірқатар маңызды мәліметтер алуға болады. Хаттың соңында «Сенің Халелің» деген қолтаңба қойылған. Хат жазылған кезде Халел Санкт-Петербургтің Ломанский тұйық көшесіндегі нөмері 4Б үйдің нөмері 11 пәтерінде тұрған. Мұндағы тұрмыс жағдайы мен студенттік ортасы оның дүние танымының қалыптасуына, ресей зиялыларымен араласуына, қоғамдық саяси мәселелерге көзқарастарының тереңдеуіне ықпал еткені байқалады. Бұл хат және оған қатысты деректер Халел мен Ғұбайдолланың арасындағы рухани байланыс пен идеялық жақындықты дәлелдейді. Хатта Халел: «Өзімді айтпағанда ондаған, тіпті жүздеген қазақ жастары білім алып жүргенін ойлаған кезде бұл халықта еңбек етіп, озық атануға қабілетті екеніне, күндердің күні олар да әлемге үстемдік жүргізіп, отырғандар қатарынан биік орын ала алатынына, ол да екінші Жапония бола алатынына өзіндік жанын сығып, тұншықтырып отырған сама державиялық крокодилді төңкеріп тастауға не күш, не қажыр таба алмай пұшайман болып отырған, сонда да жерасты дүмпулерімен күресте дәрменсіз бұлқын тәрізді тақау төңірегіндегі жазықсыз елге лавасын лоқси құсқаннан басқаны білмейтін ақ нәсілді сайтандардың езгісінен астында құрып кетпейтініне сенгің келеді» деп жазады. Халел хатты сенімді досы әрі пікірлес серігі Қазан ветеринарлық институтында оқып жүрген Ғұбайдолла Бердіұлыға жазуы тегін емес. Біріншіден, екеуін ортақ рухани және ұлттық мақсат біріктірді. Олар екеуі де Орал өңірінде туып, Ресейдің орталық оқу орындарында білім алып, империялық мәдениет пен биліктің ішкі жүйесін көрді. Сондықтан екеуі де өз халқының артта қалуын себептерін терең түсінді. Екіншіден, Халел хатты дәл осы Ғұбайдоллаға жолдай отырып, өз ойының бос эмоция емес, зиялы қауым арасындағы ішкі интеллектуалдық және азаматтық пікір алмасу екенін аңғартады. Яғни бұл хат бір адамға ғана емес, сол дәуірдегі оянған қазақ студенттерінің тұтас буынына арналған үндеу сипатында. Үшіншіден, Ғұбайдолла сияқты сауатты тұлғалар арқылы Халел өз идеясын ел ішінде тарайтынын жақсы түсінді. Демек, бұл хат тек достық хат емес, саяси мәні бар қазақтың әлеуметтік тұрмыстық тіршілігінен сыр шертетін азаматтардың ғұмырлық принципін анықтайтын хат.